Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге мынандай касабеканың қалай жалғауын екі түрін көрсетемін. Мұқият қарап, соңына шейін үйреніп алыңыздар. Бұл өте оңай, жеңіл түрі. Көбісі осы жалғауды білмей, жалғанған жері доңғалақ болып, жақсы көрінбей тұрады. Ал кеттік, мұқият қарап үйренейік. Ұнаса лайк басыңыздар, подписать етіңіздер. Сіздің подпискаңыз маған қатты көмектеседі. Егер комментария жазсаңдар, ол тіптен жақсы. Кәні, үйренейік. Қазір мен сіздерге касабекіні қалай кесуін көрсетемін. Одан кейін оны қалай жалғау керек бір түзудің бойына, оны көресіздер. Мұқият қарап, соңына шейін көріңіздер. Ол үшін біз осындай матамызды аламыз. Мына ұзындығы, мына ені. Қарап тұрсаңыз, мына ұзындығы да созылмайды. Ені де ешқандай созылмайды. Ал мына коса алып бейт тартсаңыздар, міне осылай созылып тұр. Сол үшін біз осындай матамызды алып, олай шашылап бүктейміз. Мінеке шашылап бүктедім. Осы жерден біз касабекімізді кесіп аламыз. Мінеке осылай кесіп алдық. Енді біз осы жерден 2,5 сантиметрде кесіп полосканы алып аламыз. Міне бұлай қойдық. Бүйтіп өлшейміз. Мен 2,5 алмақшымын. 2,5 немесе 3 ала беріңіздер. Кейін артын кесіп ұстай саласыздар. Міне қазір біз 3-ті алып көрейін. 3 сантиметрімді. Міне жерден белгіледім. Осылай сіздерде белгілеп алыңыздар. Міне. Енді осыны біз линейкамен қойып, кесіп сызып аламыз. Міне тура осылай, және де кесіп аламыз осылай 3. Міне. Бұны да солай сызып аламыз. Үстіп өзіңізге керек бірнеше жолын кесесіздер. Мына жақтан да осылай кесіп алсақ болады. Мінекей 3. Қатесіз бұл. Мына. Мінекей осылай полоска кесіп алдым. Сызып алдым. Енді осыны кесеміз. Осы түзу сызық бойынан. Міне біз кесіп алдық осылай полоскаларымызды. Қазір мен сіздерге осына қалай түзу жалғауын көрсетем. Осы кескенімізден де жалғай берсеңіздер болады. Кейін кейбіреулер бұған ұқпай қалады. Міне бұлай алдық. Қазір біз матамызды түзеп кесіп аламыз екеуінде деп. Міне түзу кесілді. Енді осы түзу кесілгенді бұлай қоямыз. Мынау да оң, мынау да оң. Оңман оңды қойып алып, және бұны шашылаймыз бұлай. Мені қойып шашылағанда осылай үшбұрыш болып тұр. Мен әзір бұны тырнағыммен жақсылап сызық түсіріп аламын. Мінекей, болмаса үтіктеп түсіріңіздер. Бүйтіп қарағанда менде сызық түсті. Енді осы сызықпанан мен кесіп тастаймын. Мінекей кестім. Қарасаңыздар, мынандай сызық шықты. Мінекей мынау теріс, мынау оң. Қазір оң жағын бүйтіп беттестіріп қойған кезімізде қарап тұрсаңыздар, осындай түзу болып шықты. Енді біз осыны мына жерден 5 мм-дей мына шетіде, қарап тұрсаңыз мына шетте шығып тұрады. Осы жерге біз булавканы шаншып алып
қойып сызып аламыз. Міне осындай тік бұрышты үшбұрыш шығады. Бұлаққа шаншып алып сызсаңыздар да болады. Мінекей қазір мен бұны бүйтіп, міне мынау артық болған жерден біз әзір сызып тігіп аламыз осыны. Мінекей сызып алдық. Енді осы жерде тігіп шығамын. Міне біз бүктеп, бұлаққа шаншып алдық бүйтіп, и сызып алдым. Мынағы 5 мм, мынаяқтан да 5 мм қалып отыр. Қазір біз осыны осы жерге тігіп шығамыз. Ол үшін мына бастаймыз, инемізді мұқият соғып алып, осы жерге закрепка беріп отырамыз. Міне бердім, инем суырып алып тастайын. Мінекей мынаяққа түзу қойып, түзу осы жерден тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтым. Енді біз осының арасын үтіктеп жіберіміз керек. Мен қазір осылай көрсете салайын сіздерге. Міне. Қарасаңыз түп-түзу болып бұлай шықты. Мінекей мына жағы да. Мына артық жайды біз кесіп тастаймыз. Міне мынаяқтан да шығып тұр, кішкентай шамалы. Міне көрсеңіздер, осылай кособейканы оп-оңай түп-түзу жалғап аласыздар. Енді бұны қолданатынын көрсетемін сіздерге. Міне қазір осы кособейканы қалай жалғауын көрсетемін. Ол үшін қарап тұрсаңыз, қазір бір түзудің бойында тұр. Біз бұны басқаша жалғаймыз. Ол үшін мына осы оң, мына үстіңгі беті теріс, бетпе-бет қоямыз. Тік бұрышты үшбұрыш шықты. Мінекей тік бұрышты үшбұрыштың осы бұрышынан біз линейкамен сызып алып тігеміз. Осылай сызып алып, бұлаққа шаншып алыңыздар. Міне енді қазір осыны машинаман тігіп көрсетем. Инені мұқият соғып алайық. Осы жерден біз закрепка беруіміз керек, ажырап кетпеу үшін. Мен түзу ұстап тұрмын, закрепка беріп. Енді мына бұрышынан да осылай закрепка беріп тігіп шығамыз. Жіптерін қырқып тастап. Мына жағында қырқып аламыз, осылай. Жіптерімізді алып тастаймыз арғы бетінде. Мынаның арасын, мына жібімізді алып тастау керек біз. Енді осы тігістің арасын ашып, мен бұны үтіктеу керек обязательно. Мен мынандай қып тартып, түзеп қойдым. Бұл менің қыбым ата болған екен, оп-оңай үтіктелген сияқты тұр. Мені қарап тұрсаңыздар, осындай қиғаш әрі түп-түзу болып шықты. Осылай кособейканы құрастырамыз. Оның және тағы бір түрі бар. Оны да мен сізге көрсетемін. Қарап бүктесеңіз, мына тігістеріміз екі жақта жатыр. Ешқандай қалын емес. Мені осылай мұқият үйреніңіздер. Мені мына қателігін көрсетейін деп, мынандай қып түзу тігетін болсаңыздар, бұл өте қате құрастырылуы. Қазір көрсетемін. Мені қарап тұрсаңыз, үсті лапканың бойымен закрепка беріп тіге саламыз. Енді бетіп шығарып, бұны қазір көрсетемін. Бүктеген кезде бұл өте қалын. Біз кособейканы қайтарып, бұлай қайтарып тіккен кезде, ол жер өте қалын болып, тіптен бір нашар болып тұрады. Міне осындай қателік жібермеңіздер жалғауды. Обязательно ремень тіксеңіздер де, бұндай қып жалғауға мүлде болмайды. Мұқият қарап соңына шейін үйреніңіздер. Өте жеңіл, оңай түрінде көресіздер. Қазір міне осыған салыстырып көрсетемін. Міне мына біздің косой алғанымыз, коса алғанымыз бүктегенде бір тігісі бұяқта, бір тігісі мынаяқта тұр. Көрсеңіз, жып-жылтыр еш нәрсе білінбейді. Міне бүктегенде де жып-жылтыр болып тұрады.
Мінекей біз касабеканың екі түрінде кесуін, касабеканың қалай кесуін сіздерге мұқият көрсеттім. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Әрине ұнайды. Бұл өте керемет. Бұл көптеген тігісте кездеседі. Әсіресе ременді кейде біз толық шығарамай қаламыз. Оны жалғау керек. Оны жалғау үшін де осылай коса кесіп жалғасаңыздар, тігісімен тігісі бір жерге тұрып қалмай, өте теп-тегіс болып шығады. Мінекей менде қазір онлайнда, офлайнда сабағы бар. Өте жеңіл, қол жетімді қып үйретіп жатырмын. Мына телефоннан сіздер хабарласыңыздар. Тағы да айтарым, туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіз. Менің Instagram мен YouTube каналымда олар да өздері бала-шағасына, өзіне әрі тапсырыс алуды үйреніп алсын. Менде үйренген қыз келіндер көбісі өзіне жеке ателье ашып, болмаса үйде отырып тапсырыс қабылдап, қаражат тауып отырғандар қаншама қыздар бар. Сізде егер менде келіп оқитын болсаңыз, мен сізді жетелеп, осы табысқа ілінуіңізге көмектесе аламын. Әрине, өзіңіз ниет қойып бірде-бір жұмыс істесеңіз, тапсырыс алуды да, оны қалай сатуын да үйретемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Қыздар, сіздердің подпискаларыңыз өте ауадан қажет. Әрі комментария жазыңыздар. Қандай түсірілімді сіздер көргілеріңіз келеді. Сол арқылы мен түсірілім жасап сіздерге жіберіп отырамын.